Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Бұл видеода 4-ші тоқсан бойынша математика пәнінен бір жұмысын талдайтын боламыз. Яғни бұл үлгісі ретінде қарастырылатын болады. Енді бірінші есепті қарайық. Берілген осындай нүктелердің қайсысы осы теңдеудің шешімі болады? Сіздер білесіздер, әрбір жақшаның ішінде тұрған сандар деген бірінші 8 деген x-тің мәні болады. Екінші санымыз ол y-тің мәні болады. 9x-тің мәні 0,5 y-тің мәні, сол сияқты қалғандарды белгілеп алуға болады өздерің үшін. Яғни сендер оны бұрыннан білесіздер, иә? Енді теңдеудің шешімі бола ма, болмай ма, қалай тексереміз? Яғни беріліп тұрған теңдеудің x-тердің орнына сәйкесінше бірінші 8 бен -1,4-ті тексеріп көреміз. Егер осылай сандарды қойғанда, мәндерін бергенде бізде теңдеудің екі жағы бір-біріне тең болып шығатын болса, онда осы нүкте теңдеудің шешімі бола алады деген сөз. Ал егер екі жағы да тең болмай шығатын болса бір-біріне, онда бұл нүкте теңдеудің шешімі бола алмайды деген сөз. Осыған 7 көбейтілген -1,4. Жазып алдық. Яғни біз бірінші 8 бен -1,4-тің мәнін беріп жатырмыз. Яғни x-тердің орнына сәйкесінше 8-ді қойдық. Y-тердің, барлық Y-тердің орнына -1,4-ті қойып шықтық. Енді есептеп кәдімгі шығарамыз. -0,9-ды 8-ге көбейтеміз. Ол дегеніміз -7,2, -2,8, -2 тең болады. -1,4-ті 8-ге көбейтсек, -11,2, -7-ні 1,4-ге көбейтетін болсақ, -9,8 болады. Осыны есептегенді мына жерде қосатын болсақ, -10, -12 болады. Тең болды. -21-ге. Яғни бұл екеуі тең емес, 8 бен -1,4 шешімі болмайды. Әрі қарай, енді 9 бен 0,5-ті қойып көреміз. Яғни -0,9-ды көбейтеміз 9-ға. Қосылған 2 көбейтілген 0,5, азайтылған 2 тең -1,4-ті көбейтеміз 9-ға. Қосамыз 7-ні көбейтеміз 0,5-ге. -0,9-ды 9-ға көбейтеміз дегеніміз, яғни -8,1. Қосылған 2-ні 0,5-ге көбейтсек ол 1, -2 тең болады. -1,4-ті 9-ға көбейтеміз, ол -12,6. Қосылған 3,5-ті. Енді есептек, -8,1-ге 1-ді қоссақ, -7,1, -9,1 болады. Енді тең болады екен. Мына жерде -12,6-дан 3,5-ті азайтсақ, -9,1 шығып тұр. Яғни бұл жерде шешімі бола алады екен. Яғни екі жағда тең болып шығып тұр. Үшіншісін тексерейік. 14 пен 1-ді қоямыз. -0,9 көбейтілген 14, қосылған 2 көбейтілген 1, азайтылған 2 тең болады. -1,4 көбейтілген 14, қосылған 7 көбейтілген 1. -0,9-ды 14-ге көбейтетін болсақ, бұл дегеніміз -12,6, қосылған 2, азайтылған 2, мына екеуі жойылып кетеді, тең болады. -1,4-ті 14-ге көбейтетін болсақ, ол дегеніміз -19,6 болады, қосылған 7. Бұл жерден не шығып тұр? -12,6 екен шығып тұр. Тең болады, -12,6 деп шығып тұр. Яғни екі жағы тең, яғни бұл да шешімі болады деген сөз. Төртінші есепті тексерейік. Төртінші мәнін қойып көрейік. Келесі екінші есепте теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығару керек. 4x қосылған y тең 3-ге, 6x азайтылған 2y тең 1-ге. Осыны қосу тәсілімен шығару үшін, яғни бізде бір айнымалы жойылып кету керек. Не x айнымалысы, немесе y айнымалысы. Бұл жерде біз көріп отқандай, y айнымалысын жойған бізге ыңғайлы сияқты. Сондықтан мына бірінші теңдеуді біз 2-ге көбейтіп жіберуіміз керек болады. Сонда бізде мынандай теңдеулер жүйесі пайда болады екен. Яғни 2-ге көбейткенде бұл теңдеуді барлық мүшесін 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 8x қосылған 2y тең болады 6-ға. Ал екінші теңдеуіміз сол күйінде жазып қоямыз. Енді кәдімгі бағандап қосамыз. 8x-ге 6x қосылады, ол 14x болады. Мына 2y плюс 2y пен минус 2y жойылып кетеді. Тең болады. 6 мен 1-ді қосамыз, ол 7-ге тең болады. Енді осы жерден x табатын болсақ, 7-ні
14-ке бөлеміз. Яғни бұл жерде бөлшек түрінде жазатын болсақ, 14-тен 7, яғни қысқартамыз 1, 2. Яғни x дегеніміз 2-ден 1 немесе 0-10-нан 5 деп те алуға болады. Енді x-дің мәнін тапқаннан кейін берілген теңдеудің біреуіне қойып көреміз. Яғни былай бірінші теңдеуге қояйық. 4 көбейтілген 2-ден 1 қосылған y тен 3. Мына 2 мен 4 қысқаратта мында 2 болады. Сонда бізде былай шығып тұр 2 қосылған y тен 3-ке. Осыдан y табатын болсақ, 3-тен 2-ні азайтамыз. Бұдан y-дің мәні 1-ге тең. Енді жауабын жазатын болсақ, бірінші x-дің мәнін жазамыз 2-ден 1 деп, немесе 0,10-нан 5 деп, және y-дің мәнін 1 деп қоямыз. Келесі үшінші есепті талдайық. Үшінші есепте теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілмен шешу керек екен. Қай тәсіл деп айтады, сол тәсілмен шығару керек болады. 3x минус y тен 7-ге 2x қосылған 3y тен 1-ге. Осы жерден бірінші теңдеуден y-ті тапқан ыңғайлы деп ойлаймын. Y-ті табатын болсақ, ол 3x тен 7-ні азайтқанға тең. Енді осы y-ті мәнін 3x минус 7-ні келесі теңдеудің y-дің орнына қоямыз. Қосылған. Енді y демейміз, орнына 3x минус 7-ні жазамыз. Сол тең болады 1-ге. Енді мына екінші теңдеуді өзін бөлек жазып алайық та. X белгісіз x айнымалысын табайық. 2x қосылған мына үлестірімдік қасиеті бойынша жақшаның ішіндегі әрбіреуіне көбейтіледі 3 дегеніміз. Сонда 9x азайтылған 21 тең болады 1-ге болады. Енді мына 2x пен 9x қосылады да 11x болады. Тең болады 1 қосылған 21 болады. Енді 11x тең болады 22-ге. Осыдан x тең болады 22-ні 11-ге бөлеміз. Сонда x-дің мәні 2-ге тең. X-ті таптық, енді y-ті қалай табамыз? Бірінші теңдеуге немесе екінші теңдеудің x-дің орнына қоямыз. Яғни бірінші теңдеуге қойып көрейік. 3 көбейтілген 2 дейміз. X-ті тауып алдық, себебі азайтылған y тең болады 7-ге. Яғни мына теңдеуге қойып атырық. Бүйтіп стрелка жасаудың қажет жоқ. Мен сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. 3-ті 2-ге көбейтеміз, ол 6 азайтылған y тең 7-ге. Осы жерден y-ті табу үшін біз 6-дан 7-ні азайтамыз. Сонда y-дің мәні тең болады минус 1-ге. Енді жауабын жазатын болсақ, жауабы бірінші x-дің мәнін жазамыз 2 деп, содан соң y-дің мәнін минус 1 деп жақшаның ішіне жазып қойсақ болады. Мына жерде x-ті таптық қой, содан кейін міндетті түрде мына бірінші теңдеудің орнына қою міндетті емес. Мына екінші теңдеудің мына 2x деген бар ғой, сол мына x-дің орнына 2-ні қойсаңдар да болады. Сөйтіп y табылатын болады. Қайсысына қойсаңыздар да жауап бірдей шығады, егер дұрыс тапсаңыздар, дұрыс есептесеңіздер. Келесі төртінші есеп, 2 таңбалы санның цифрларының қосындысы 6-ға тең. Берілген 2 таңбалы санға 18-ті қосса, онда дәл сол цифрлармен бірақ кері тәртіппен жазылған сан шығады. Берілген 2 таңбалы санды табыңыз. 2 таңбалы сан дегеніміз, мысалға а, б деп алатын болсақ, үстін сызып қоямыз. Және бұны 10a қосылған b түрінде жазамыз. Себебі бұны a деп тұрғанымыз 10-ды үлесте тұр ғой. Сондықтан 10a қосылған b деп жазамыз. Егер былай жазылған болса, онда 10-ды үлесте тұрған ол b болып есептеледі. 10b қосылған a түрінде жазамыз. Ал a дегеніміз ол бірлік үлесте тұр деп есептейміз. Енді 2 таңбалы санның цифрларының қосындысы 6-ға тең дейді. Бұл жай ғана мысал. Мынаны өшіріп тастаймын, тұра берсін жара. Төртінші есебінің жерге болсын. Цифрларының қосындысы 6-ға тең дейді. Яғни біз 2 таңбалы санды біз мысалға аб деп алған болсақ, жақсы. Онда бірінші цифрмен осындағы а мен б-ны қоссақ дейді. 6-ға тең дейді. Берілген 2 таңбалы санға 18-ді қосса, онда дәл сол цифрлармен бірақ кері тәртіппен жазылған сан шығады дейді. Яғни мына беріліп тұрған 2 таңбалы санға 18-ді қоссақ дейді. Дәл сол цифрлармен бірақ кері тәртіппен тұрған деген осындай 2 таңбалы сан шығады екен. Осының теңдеулер жүйесіне аламыз да ары қарай шығарайық. Енді мына АБ деп 2 таңбалы АБ саны мен 2 таңбалы БХ саны мына жоғарыда көрсетіліп кеткендей ашып жазам. Әзірге біріншісін сол күйінде қалдырайық. Мынаны ашып жазатын болса, 10a қосылған b қосылған 18 тең болады 10b қосылған a деп жазамыз, иә?
Енді мына жаққа жалғастырамын. Әзірге а қосылған б-ны қалдырамын, тең 6-ға деп. Енді ықшамдаймыз, ұқсас мүшелерді бір жаққа шығарып, бір-бірімен біріктіреміз. 10а, мына жақтағы а-ны теңдіктің сол жағына шығаратын болсақ, ол минус а болып келеді. Плюс б дейміз де, одан 10б-ны азайтамыз, яғни мынау 10б-мыз теңдіктің сол жағына минус 10 болып келеді. Қосылған 18 тең 0. Әрі қарай бірінші теңдеуімізді жазып қоямыз. 10адан а-ны азайтсақ 9а болады, б-дан 10б-ны азайтсақ минус 9б болады. Мына 18-ді теңдіктің 10 жағына шығарып жіберейік, ол минус 18 болады. Так, бұл жерде не көріп тұрық? Екінші теңдеуде ортақ бөлгіші бар екен, 9-ға бөліп жіберуге болады екен. Сонда қараңыздар, бізде бірінші теңдеуді әзірге жазамыз қайтадан. Бізде 9-ға бөліп жіберсек, әрбір мүшесін, онда а минус б тең болады екен минус 2-ге. Осы жерден бірден қосу тәсілін қолданып шығаратын болсақ, яғни баған түрінде бүйтіп қосып жіберетін болсақ, б мен минус б жойылып кетеді. Екеуі қарама-қарсы болады бір-біріне, сондықтан жойылып кетеді де, мына а мен а қосылып 2а болады да, 6-ға минус 2-ні қосатын болсақ, ол 4 болады. Осыдан а табылады, 4-ті 2-ге бөліп жібереміз, 2 деп табылады, Енді мына бастапқы, мына а қосылған б тең 6 дегенді пайдаланып, б-ны тауып аламыз. А қосылған б тең 6 деген бар ғой, соның орнына енді а-ның орнына 2 деп жазамыз да. Осыдан б-ны табатын болсақ, ол 6-дан 2-ні азайтқанға тең. Сонда б тең 4-ге деп табылады. Енді қараңыздар, бұл жерде есептің шарты бойынша бізге берілген 2 таңбалы санды табыңыз деген ғой. Жауабы сонда қараңыздар. Мынау бізде 2 таңбалы сан а б түрінде беріліп тұр. Яғни бірінші санымыз 2, екінші санымыз 4, сонда 24 деген 2 таңбалы сан пайда болады екен. Яғни қараңыздар, тексеріп көретін болсақ, цифрлардың қосындысы 2 мен 4-ті қоссақ 6 шығып тұр, 24-ке 18-ді қоссақ 42 шығып тұр. Дұрыс, сонда бізде жауабы 24 шығады екен. Назарларыңызға рахмет. Бұл есептер бойынша сұрақтарыңыз болса пікірге қалдырарсыздар. Сау болыңыздар.